Бұл мен номер 34 орта мектебінің бітіруші түлегі Айтқали Аружан. Мынау менің мектебім. Біз осы мектепте 11 жыл бойы білім алып келеміз. Мектеп қашанда жақсылық пен ізгіліктің, тәрбиелі істердің ортасы. Ал бұл кісілер бізге осы күнге дейін білім беріп келе жатқан ұстаздар. Ұстаз, болашақ азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастырады. Осы жолда бізге жасаған ұлы істеріңіз, парасатты білімдеріңіз, ерен еңбектеріңізге алғысымыз шексіз. Бұл кісі біздің сынып жетекшіміз Керуенова Гүлнар Жазыбайқызы. Біздің сынып оқушыларының жетекшімізге деген құрметі ерекше. Ғажайып дүние сырын ұқтырып, білім берген, үлкен өмірге ақ жол тілеп аттандырғалы отырған ұстазымыз Гүлнар апайдың еңбегі өлшеусіз. Біздің сынып жетекшіміз әдебиет сабағын оқушы бойына құндылық ретінде дарыта отырып, әрбір кейіпкердің жақсы қасиеттерін саралай білуге және сол қасиеттерді бойымызға сіңіре білуді дағдыландырды. Жүрегіміз от боп шарпып жанады. Қуаныш пен қимастықтың алауы біз үшінде әр уақытта сақталар. Жетекшінің езу тартқан жанары. Ал мынау менің сыныбым. Сыныптағы әрбір оқушы мен үшін ерекше және жақын жандар. Өйткені біз бір-біріміздің қуанышты сәттерімізді, қайғы-мұңымызды, бастан өткізген қызықты сәттерімізді, тіпті тақтада шығара алмаған есептерімізбен, айта алмаған сабақтарымыздың куәсі болдық. Ренжіссек, сәлден соң жарасатын, қиын сәтте қол беріп қарасатын, үзілісте үнемі ұлдар қыздар, әзілдесіп сөздері жарасатын. Уақыт зымырап өте шықты. Кеше ғана алғашқы ұстазымыз Гүлжайна апайымыздың тәрбиесімен ержеткен еді. 11 жылда түрлі белестерден, сан асулардан ұстаздарымызбен бірге астық. Енді міне мектеп белесінен өмір белесіне ауысар сәтте жетті. Дәл осы сәт менің және сыныптастарымның жүрегін елжіретіп, үлкен бір қимастық сезімге жетелейді. Бұндай сезім әркімнің де басынан өтер. Бірақ сол сезімді өткізіп жатқан уақыт аяусыз, жылдам жылжып бара жатқандай. Осы бір әсерлі уақыт бізді алдағы өмірге жетелеп бара жатса да, жүрек түкпіріндегі әлде бір сезімдерімізді, өрексіген көңілімізді жұбаталар емес. Бұл сезім әрине ұстазға, мектепке, сыныптастарға деген қимастық сезім. Енді біз ең қызықты сәттерімізді өткізген мынау мектеп ауласында жарыса жүгіріп, сыныбымыздың парталарына таласа тармаса отырмаймыз. Біздің еркелігіміз бен тентектігімізді 11 жыл бойы көтерген апайларымыз бен ағайларымыздың сабақтарында отырмаймыз. Тақтаға шығып сабақ айтпаймыз. Біз осы мектепте ұстаздарымыз берген тәлім-тәрбиені ала жүріп, болашағымыздың іргетасын қаладық. Дәл қазір сол күндерге деген қимастық сезімін бастан өткеріп мұңайсақ та, ертеңгі болашағымызды ойлап жүрегіміз лүпіл қағып тұр. Даусыз ол күн есімде сақталады. Жаңа өмірдің басталар ақ парағы қимайтын сәтте келіп жеткен кезде шәкірттер жүрек сырын ақтарады. Қоштасар сәттің